Балалар, бүгін бізге ерекше қонақ келді. Көңілді күн. Күн бізге жылу, жарық береді. Және табиғатқа көмектеседі. Біз күнді қарсы алып, күн биін билеп, күн энергиясы туралы қызықты жобамызды жасаймыз. Алтын сәулесін еске аладым, ол жарық береді. Жарық қана емес, ол электр энергиясын береді. Табиғат бізге ауа береді, таза су береді. Ағаштар мен гүлдер біздің достарымыз. Табиғатты ластауға болмайды. Біз табиғатты қорғаймыз. Табиғатты қорғау үшін таза энергия қолдануымыз керек. Солардың бірі күн энергиясы. Электр энергиясын қалай алу керек екен білгілерің келе ме балалар? Ол үшін бізге үй макеті керек. Қазір үй макетін әсемдеп, күн панельдерін орнатып, сол арқылы біз жарық аламыз. Балалар, үйді құрастырайықшы. Жарайды. Мен через 7 сағат. Мен да 4 сағат. Ал енді күн панельдерін орналастырамыз. Біз күн панельдері күннің сәулесін жинайтын үлкен айна сияқты. Сол жиналған сәуле электр энергиясына айналады. Ал электр энергиясы шамды жағып, бөлмені жарық етеді. Бұл үй күнмен жұмыс істейді. Электрді үнемдейді. Табиғатқа зиян келтірмейді. Қадачымы үй! Әдемі!